Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сиырдың қабырғасы мен көкөністерден бұқтырма тағамын әзірледім. Егер де сізге осы рецепт қызықты болса, видеоны соңына дейін қараңыз. Қажетті ингредиенттердің барлығы видеоның төменгі жағында описание бөлімінде жазылған. Ең алдымен барлық қажетті ингредиенттерді дайындап аламыз. Картоп пен орам жапырақты осылайынан үлкенірек қылып кесіп аламыз. Және де менде сиырдың қабырғалары. Менде бұл ет алдын ала тұздалған. Егер де сізде тұздалмаған ет болса, тұздап қоясыздар. Сәбіз, пияз осылайынан турап аламыз. Және де тәтті бұрыш пен қызанақ қажет болады. Менде тәтті бұрыш пен қызанақ тоңазытқышта қатырылып сақталған. Мен соны тамаққа қолданамын. Қазанға немесе кастрөлімізге түбіне біраз сұйық май құямыз. Содан соң сұйық майдың үстіне етімізді орналастырып шығамыз. Дәміне қарай қара бұрыш қостым. Сіздерде ет тұздалмаған болса, тұздап жібересіздер. Содан соң еттің үстіне пиязымызды саламыз. Пияздан кейін картопты салдым. Картопымыздың үстіне дәміне қарай тұз, бұрышын қосамыз. Содан соң сәбізді саламын. Сәбізімізді салғаннан кейін қызанағымызды және де тәтті бұрышымызды салып шығамын. Бақшамызда тәтті бұрыш пен қызанағымыз пысқан кезде мен осылайынан тоңазытқышқа қатырып қоямын және қыстың күні осылай қолдана беремін. Енді бір стақан суымызға бір ас қасық томат пастасын араластырып, осының үстінен құйып жібереміз. Ең үстіне орам жапырақты орналастырып шығамыз және де қақпағын жауып, ең алғашқы 10 минутта қатты отта, одан кейін 2,5-3 сағаттай баяу отта пісіретін боламыз. Достар, осы тағамды жасап көріңіздер, өте дәмді, жасалу жолы да өте оңай. Мінекей дайын болды. Дәмі өте керемет, еті де жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер де сізге рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуіңізді сұраймын.